Ассалаумағалейкум құрметті телекөрермендер. Қазақстан Ақтау телеарнасы болашағы біртұтас ел айдарының жалғасы іспетті қазақ тілін үйрену бағытындағы кезекті сабағын назарларыңызға ұсынады. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Телеканал «Казахстан Актау» предлагает вашему вниманию очередное занятие по изучению казахского языка, как продолжение передач под рубрикой «Болашағы біртұтас ел». Бүгінгі сабағымыз тәуелсіздік мәңгілік құндылық тақырыбына арналады. Наш сегодняшний урок посвящается теме «Тәуелсіздік мәңгілік құндылық». Сабақтың мақсаты тәуелсіз Қазақстан тақырыбына байланысты жаңа сөздермен таныстыру, қазақша тілдік қатынасты еркін игеру, ауызекі тілдесімде жүйелі сөйлеуге үйрету. Цель урока – освоить новые слова и словосочетания по теме «Тәуелсіздік мәңгілік құндылық» и научиться их использовать в разговорной речи. 2016 жыл. Барлық қазақстандықтар үшін елеулі жыл. Еліміз тәуелсіздігінің 25 жылдығына қадам басты. Тәуелсіздік жылдары ішінде көптеген табыстарға қол жеткіздік. Еліміздің тыныштығы мен қауіпсіздігі, көп ұлтты Қазақстан халқының жарастығы мен ынтымақтастығы, президентіміздің жүргізіп отырған парасатты көреген саясатының нәтижесі. Қазақстан Республикасының президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 5 институционалдық реформаны 100 нақты қадамның орындалуы, мәңгілік ел жалпылтық патриоттық идеясының жүзеге асырылуы, 30 ұлттың бірі болуға, қазақстандық арманымызға қол жеткізуге нақты әрі сенімді қадамдар жасайтын кезеңге жеткізеді. Біздің қасиетті де қастерлі мәңгілік еліміздің жолында қазақстандықтарды алда әлі де көптеген жаңа табыстар мен жетістіктер күтуде. Впереди казахстанцев ждет еще много новых успехов и свершений на пути к нашей священной и достойной стране мәңгілік ел. Ғасырлар бойы бабаларымыз ақ найзаның ұшымен, ақ білектің күшімен ұлан байтақ жерімізді келер ұрпаққа аманат етіп қалдыру үшін аянбай тер төкті. Тарих толқынын жоғалтпай басқа көршілес халықтармен келісім мен бейбітшілікке өмір сүріп жатыр. Қазақстан дамудың жаңа жолына шығып, халқының ғасырлар бойы аңсаған арманын іске асырды. Қазақ халқы өзінің тілін, дінін, ділін, мәдениетін және салт дәстүрін кеңінен дамытуға мүмкіндік алды. Қазіргі таңда республиканың әрбір азаматы өзінің тәуелсіздігімен мақтан алады. Біздің еліміздің тәуелсіздігі бұл қазақ халқының баға жетпес байлығы. Бұл дүниеде тәуелсіздікті, бостандықты, теңдікті аңсамайтын адам жоқ шығар. Халықта жоқ, әрине. Біздің елдігіміз бен тәуелсіздігіміз тек бүгінгі ұрпақтың ғана емес, барша ұрпақтың еңбегі. Тәуелсіздігіміздің рухани тірегі, болашағымыздың негізгі рухани кепілі, байырғы халқымыз. Ал енді қымбатты телекөрермен назарымызды тәуелсіз Қазақстан туралы мәтінге назар аударайық. Бұл дүниеде біздің бір ғана отанымыз бар, ол тәуелсіз Қазақстан. Мемлекеттік тәуелсіздігімізді жариялағаннан бері Қазақстанды әлемнің 100-ден астам ел таныды. Біздің еліміз бірқатар аса беделді халықаралық ұйымдарға, оның ішінде айтар болсақ, Біріккен ұлттар ұйымына, халықаралық валюта қорына мүше болып қабылданды. Егеменді ел болып, халқымыз өз еркімен тұңғыш президентін сайлады. Ел таңбамызды, туымызды белгіледік. Қазақ тіліне мемлекеттік мәртебе берілді. Ал 1991 жылы қазақ жігіті Тоқтар Әубәкіров ғарышқа ұшып, ұлттың мерейін көтерді. Туған жерімізде талай-талай өркенді өзгерістер, жақсы жаңалықтар болып жатыр. Ең бастысы тату тәтті, ынтымағы жарасқан көп ұлтты халқымыз бар. Біздің туымыз тәуелсіздік, тілегіміз бейбітшілік, тыныштық. Еліміздің тұтастығын, жеріміздің бүтіндігін, халықтарымыздың жарастығын аман сақтау әрбір азаматтың борышы. Біздің елімізде газеттер 11 тілде шығады. Теледидарды 12 тілде көріп, радионы 6 тілде тыңдап жүрміз. Құрметті көрермен, назарларыңызға ұсынған мәтіндегі негізгі тірек сөздермен танысайық. Тәуелсіздік. Независимость. Мемлекеттік мәртебе. Государственный статус. Ұлттың мерейін. Признание нации. Өркенді өзгерістер. Процветающие изменения. Борыш. Долг. Ал енді сөздің дәмін келтірер, айтылған ойды жетеге жеткізіп түйіндейтін мақалдармен қоржымызды толықтырайық.
Отан елдің анасы, ел ердің анасы. Родина – мать народу, народ – мать джигиту. Елдің күші, селдің күші. Сила народа, как селевой поток. Халықтан ырыс кетпейді. Счастье от народа не уходит. Көптік қайда болса, тоқтық сонда болады. Где народ, там и достаток. Өзін өзі басқарған ер бақытты, өзін өзі билеген ел бақытты. Счастлив джигит, который цену себе знает. Счастлив народ, который сам собой управляет. Терминологиялық хабарша бұл бөлімде Қазақстан Республикасы үкіметінің жанындағы Республикалық терминология комиссиясының бекіткен терминдермен таныстырамыз. Весло. Ескек. Весы. Тараза. Весы автоматические. Автоматты тараза. Весы конвейерные. Конвейерлі тараза. Весы крановые. Крандық тараза. Весы объемные. Көлемдік тараза. Весы приборные. Аспаптық тараза. Ветви ленты. Таспа тармақтары. Ветка железнодорожная. Темір жол тармақшасы. Ветроуказатель, флюгер. Жел бағар. Взвешивание вагонов. Вагондарды таразылау. Взлет. Ұшып көтерілу. Взрывание. Қопару. Вид местный. Жергілікті көрініс. Вид продукции. Өнім түрлері. Вид производства. Өндіріс түрі. Вид транспортного средства. Көлік құралының түрі. Виды торможения. Тежеу түрлері. Вилка тормозная. Тежеуіш ашасы. Вимперк. Маңдай өрнек. Виток. Орам. Вихрь пыльный. Шаң құйын. Вихрь снежный. Қар құйын. Вкладыш. Ішпек. Вкладыш бобитовый. Бобиттік ішпек. Қазақстанда бір шаңырақ астында өмір сүріп жүрген түрлі ұлттар мен ұлыстардың бірлігі, ынтымағы басқа мемлекеттерге үлгі. Елімізде соңғы уақытта қазақша сөйлейтін өзге ұлт өкілдері айтарлықтай көбейгені де басты жетістігіміз. Бұл нағыз патриоттардың қазақ жеріне, мемлекеттік тілге деген құрметі. Олар тек қазақ тілін ғана емес, халқымыздың салт дәстүрі мен әдет ғұрпында құрметтейді. Елімізде тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай 25 жұлдызды күн акциясы өтіп жатыр. Бүгінгі күн мемлекеттік тілге арналған. Осы шара аясында облыс орталығындағы Достық үйінде Қазақстан Республикасы жалпы республикалық шығарма байқауы өтті. Сайысқа мемлекеттік тілді жетік меңгерген өзге ұлт өкілдері қатысып, бақтарын сынады. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл, 26 оқушы осы тақырыпта шығарма жазды. Бірі өткен мен бүгінгі Қазақстанды салыстырып жазса, енді бір оқушылар тәуелсіз елдің болашағы жөнінде ой толғаған. Байқау оқушылардың жас ерекшеліктеріне қарай 3 категория бойынша өтті. Еліміздің ұлы мерекесі қарсаңында бүгінгі Қазақстан халқы ассамблеясы
республикасының ұйымдастыруымен Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған шығармалар байқауы өтіп жатыр. Маңғыстау облысы бойынша Мұнайлы ауданынан номер 12 орта мектеп, 9 мектептерден түрлі ұлт өкілдері қатысып жатыр. Бұл байқаудың мақсаты түрлі ұлт өкілдерінің бір-біріне деген достығы, отаншылдыққа, оқушылардың бір-біріне қарым-қатынасы. Осы жерде шығарма жазып жатыр оқушыларымыз, өте жақсы деңгейде өтіп жатыр. Тәуелсіздік тартуы туралы жазғандардың бірі Өмірзақ Маматимарұлы, Мұнайлы ауданы нөмірі 12 орта мектептің оқушысы. Бұған дейін қазақ тілінен түрлі байқауларға қатысып, жүлделі орындарға ие болған оқушы мемлекеттік тілді, қазақ тілін білгенін мақтан тұтады. Мен қырғызбын. Маған шығарма жазу қиын болған жоқ. Себебі қырғыз-қазақ тілдері ұқсас. Мен осындай шараға қатысқаныма қуаныштымын. Мен осы тәуелсіз Қазақстанда тұрғаныма қуаныштымын және осы мемлекеттік тілді білгеніме қуаныштымын. Мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеру, жастардың бойында патриоттық сезім ояту, қоғамдық келісім мен тәуелсіздік идеяларын дамыту мақсатында ұйымдастырған байқауға 10-нан аса өзге ұлт өкілдері қатысты. Сайыс қорытындысы бойынша жеңімпаздар анықталып, дипломдармен марапатталды. Өзге де қатысушыларға алғыс хаттар табысталды. Ал жеңімпаздардың шығармалары республикалық байқауға жолданады. Бұл байқауға қатысқан барлық 26 оқушы көп ұлтты қазақ елінде тұрып жатқаны және мемлекеттік тілде сөйлей алатындығын мақтан тұтады. Құрметті көрермен, бүгінгі сабағымызды халқымыздың біртуар ұлы, өжет перзенті Бауыржан Момышұлының ұлы іс отанға деген сүйіспеншілікте, халыққа деген құрметте, осы екеуі үшін еткен еңбек пен ерліктен туады. Отаншылдық әр адамға керекті ең ұлы қасиет, ал отаншылдық өз үйінен басталады. Кімде-кім ата-анасын ардақтап, бірге туған бауырлармен тату болса, өзінің туған ауылын, қаласын, туған ұлтын сыйлап, қадірлесе, сол адам отаншыл болады. Өз ауылының тасын сыйламаған, өзге ауылдың тауын ұнатпайды. Мұны ұлтшылдықпен шатастырмау керек. Екеуі аспан мен жердей. Елді, жерді, отанды сүйетіндігіңді сөзбен емес, іспен дәлелде деген сөздерімен аяқтаймыз. Ардақты ағайын, бүгінге осы сіздермен бірге болған әріптесі Мұхаммед Қазанғапов және мен Әсем Сартбаева. Эфирде қайта көріскенше аман сау болыңыздар.